Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli әлеумет. Алла субханаху ва таалаға сансыз шүкірлер болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға дуруду салауаттар болсын. Мынау қасиетті Рамазан айындағы тұтып жатқан оразалар қабыл болсын. Бүгінгі мынау әлеуметтік желідегі біздің қозғап жатқан тақырыбымыз сол Рамазан айындағы атқарылатын және бір амал, бұл пітір садақасы жайында. Жалпы пітір садақасыны берілуі, яғни оның үкімі қандай, кім беру керек, не нәрседен қанша беру керек, және де кімге беру керек. Яғни осы сұрақтар төңірегінде көптеген мешіттерде енді сұрақ қойып келеді жамағаттан. Соған байланысты қысқаша бір мәлімет беріп өтетін болсақ, жалпы пітір садақасы екі мақсатта беріледі. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде Абдулла ибн Аббас, Алла ол кісіден разы болсын, келтірген хадисте айтады: ораза тұтқан адам ұнамсыз сөз, жаман іс әрекеттерден арылу және де кедейлерді тамақтандыру үшін пітір садақа беруді пайғамбар алейхиссалам міндеттеді. Кім оны айт намазына дейін берсе, пітір садақа есебінде өтеді. Егер кім оны айт намазынан кейін берсе, жай садақа есебінде болады деген пайғамбар алейхиссалам хадисіне байланысты екі мақсатта. Бірі, енді ораза ұстағаннан кейін қанша дегенмен пенде қателігі болар, артық әңгіме айтып қойған болуы мүмкін, немесе бір іс әрекет жасап қойған болуы мүмкін. Соларға кешірім есебінде беріледі. Екіншіден, кедей кепшіктерге тамақтандыру, яғни оларға да бір жәрдем есебінде беріледі. Енді оны не нәрседен беру керек? Біздің қазіргі таңдағы ең көп сұралатын нәрсе, және де былтыр ол мынанша болып еді, биыл неге мынанша, яғни нарқы асып кетті деген сияқты түрлі сұрақтар болады. Соған байланысты айтатын болсақ, негізі пітір садақаны бидай және одан алынатын өнімдер және де мейізден 2 килограммдан, ал арпа мен құрмадан 4 килограммдан беру керек болады. Енді фиқ мәселе кітаптарында пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадис шәрифтерінен алып тұрып солай үкім берілген. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы көпшіліктің жағдайын есепке алған халде қазіргі таңда ең көп қолданатын нәрсе бидай өнімінен болған ұн деп есептеп, сол ұнның нарқымен бағаны шығарады. Сол үшін биылғы 2026 жылғы ораза пітір 735 теңге жан басына деп белгіленген. Енді оны қай уақытта беру керек дегенде, негізі айт намазға шығардың алдында деп айтылады кітаптарда. Бірақ ертарақ беріп қойса, оның ешқандай зияны жоқ, яғни адамның мойнынан ол түседі. Енді оны кімге беру керек дегенде, бұл берілетін орын Алла субханаху ва таала Тәубе сүресінің 60 аятында келтірілген 8 түрлі адам саналады, зекет берілу керек болған. Сол зекет берілетін адамдарға пітір садақа беріледі. Сондықтан құрметті халайық, көпшілік пітір садақамызды, яғни енді пенде болғаннан кейін жаңағыдай оразамыздың арасында жіберіп қойған қате кемшіліктеріміз болса, соларды жуып шаюы, яғни кешірімі есебінде, және де біздің ата-бабамыз бұрыннан айтып келе жатқан жан садақасы деп айтады. Яғни сол үшін құрметті көпшілік әрбір адам басына 735 теңге пітір садақасы биыл белгіленген. Енді құрметті көпшілік, бұның біз жақсы білейік, яғни кімге бірінші кезекте кімдер беруі шарт. Яғни шариғатта зекет нисабы
дүние мүлкі жеткен адамға бұл уәжіп болады, берілуі міндетті. Ал егер зекет нисабы мөлшеріне дүние мүлкі жетпеген адамға ол сүннет болады деп айтылады. Жалпы негізі кедей кепшіктер берсе бола ма деген сұрақтар туындайды. Ол міндеттелмейді, яғни уәжіп деп айтылмайды, бірақ бергені абзал дейіледі, яғни сауабы мол болады. Сол үшін құрметті көпшілік, мүмкіндік бар кезде, ол дегені айт намазға шығардың алдында енді түрлі жағдайлар болады, естен шығып ұмытып кетуі мүмкін болады. Соған байланысты алдын ала беріп қойған абзал болады. Және бір сұрақтың, яғни ашып кететін болсақ, бізде көп сұрайтұғын бір мәселе, мысал үшін әлі туылмаған балаға жан біткеннен кейін біздің ата-бабамыз, яғни іште жан біткен балаға беру міндетті ме, міндетті емес пе деген көптеген сұрақтар болады. Яғни ол бұрында болып келген, қазір де беріліп жатыр. Соған байланысты жан біткен балаға беру міндетті болып есептелінбейді. Ал бірақ жаңағы айтып жатқанымыздай жан садақасы деген ниетте, амана сен туылсын деген ниетте болатын берсе, яғни сонда ниетпен берсе, ол ешқандай зияны жоқ. Сол үшін құрметті көпшілік, пітір садақасының уәжіп екендігіні білейік, шариғатта міндетті екендігіні, тиісті орындарға берейік. Қазіргі таңда мешіттерге пітір садақасының жиналу мәселесінде және де сұрақ туындап жатады. Соған байланысты қысқаша айтатынымыз, сол Тәубе сүресінің 60 аятында зекет жинаушыларға деген, яғни сондай бір несі бар, бөлімі бар, яғни соларға берсе болады деген, сол зекет садақаны жинаушы орын есебінде қазір мешіт қарастырылады. Сол үшін пітір садақаны немесе зекетті мешітке, яғни беріп жатады, бірақ оны мешітке істету емес, яғни соны жинап кембағалдарға, міскіндерге тарату орны болып есептеледі. Алла субханаху ва тағала барша жасап жатқан құлшылық ибадаттарымызды қабыл етсін, пенделікпен жіберген қата кемшіліктерімізді мағфират етсін, ұстаған ораза, оқыған құлшылық намаздар, жасаған құлшылық дұғаларды Алла қабыл етсін.